Modal verbs, модальды етістіктер. Can, may, must, have to, need, should, ought to модальды етістіктер тобына жатады. Модальды етістіктер жеке қолданбайды, маңызды етістіктермен қолданады. Олар мүмкіндік, қабілет, болжау, қажеттілікті маңызды етістік арқылы көрсетеді. Модальды етістіктен соң to демеулігі қолданбайды және жалғаусыз маңызды етістік қолданады. I can swim. Can модальды етістік, swim маңызды етістік. Мен аламын жүзу. Бірақ қазақ тіліне аударғанда сөздердің сөйлемдегі орын тәртібі мен жүзе аламын. Модальды етістіктердің қолданылуы. Can аламын, алады. Бірінші мағынасы қабілетті білдіреді. Мысалға, she can play the guitar. Ол гитарада ойнай алады. My brother can run 5 kilometers. Her daughter can knit. Екінші мағынасы мүмкіншілік. I can help you. Мен саған көмектесе аламын. I can do it for you. We can see the ocean on the map. Картада біз мұхитты көре аламыз. Адамның көру қабілеті және мүмкіншілігі. Рұқсат сұрау мағынасын білдіреді. Рұқсат сұраған жағдайда can сөйлемде басты орында тұрады. Can I take your books? Сенің кітаптарыңды алсам бола ма? Yes, you can. No, you cannot. Can't. Can модальды етістіктің өткен шағы could. Мағынасы can етістігімен бірдей қолданады. Ben could draw very well when he was 9. I could help you. Could I borrow your pen? You could see somebody through the window. Can модальды етістіктің келер шағы shall be able to және will be able to. Мағынасы can етістігімен бірдей қолданады. Shall be able to I және we есімдіктеріне қолданады. Will be able to you, they, she, he, it жақтарына қолданады. In 4 years, I shall be able to speak English perfectly. Shall be able to can модальды етістігінің келер шағы. Содан соң speak маңызды етістік. He will be able to see the world doing business. May модальды етістігі бола ма мүмкін деген мағына білдіреді. Бірінші мағынасы рұқсат сұрау, ережені бұзу кезінде. Мысалы, may I come in? Кіруге бола ма? Yes, you may. No, you may not. You may take it. Біреуге рұқсат берген кезде хабарлы түрде сен бұны ала аласың. You may take it. Мүмкін, болжау деген мағына білдіреді. It may be 2 o'clock, but I am not sure. Мүмкін сағат 2 болған шығар, бірақ мен сенімді емеспін. Болжап уақытты айтып тұрмыз. She may know him. Мүмкін ол оны білетін шығар. Maybe they are still at home. Мүмкін олар әлі үйде шығар. May модальды етістіктің өткен шағы might. Қыстырма сөз ретінде perhaps мүмкін деген мағынамен де сай. She might go to cinema this evening. Perhaps she will go. Take an umbrella with you. It might rain. May етістігінің келер шағы shall be allowed to және will be allowed to. Shall be allowed to I және we шақтарына қолданылады. Will be allowed to you, they, she, he, it жақтарына қолданады. In 2 years, I shall be allowed to build a new house. He will be allowed to see his brother after his arresting. Must мағынасы тиіс міндетті.
парызды білдіреді, міндет, іс-әрекеттің маңыздылығын білдіреді. She must work harder if she wants to pass your exam. Егер ол емтиханын тапсырғысы келсе, ол жақсы жұмыс жасауға тиіс, міндетті, must work. Every man must serve in army. You must wear a uniform at this school. I must remember to phone George. We must go to the bank today. We haven't any money. Have to, has to, жасау керек, мәжбүр, амалсыздан деген мағынаны білдіреді. Амалсыздан іс-әрекетті орындауға мәжбүр деген мағына беріп, басқа біреудің ережесіне немесе жағдайға бағыну кезінде. I have to get up at 7 in the morning. Таңертең мен 7-де тұруға мәжбүрмін. She has to wear glasses. Ол көзілдірік киюге мәжбүр. The students have to work regularly. Есте сақтаңыз, must, міндетті, I must go. Have to, has to, амалсыздан іс-әрекетке бару. I have to go. Must және have, has to-дің өткен шағы бірдей. Had to. Her car was broken. She had to take it to the garage. The windows were very dirty yesterday. I had to clean them. They were late for the lesson. They had to run to get there on time. We had to walk home last night. There were no bus. Need модальды етістігі қажет, керек деген мағына білдіреді. Қажеттілік. I need you. Сен маған керексің. We needn't do it. Бұлай жасаудың қажеті жоқ. They need some money. Оларға ақша керек. You need go to the post office. Саған поштаға бару керек. She, he, it есімдіктеріне осы шақта need s жалғауын жалғайды, өйткені бұл етістік маңызды етістік болып та есептеледі. Мысалы, she needs some time, оған шамалы уақыт қажет. Should, керек еді деген мағынаны білдіреді. Ақыл кеңес, жазғыру, керек еді деген мағына береді. You should talk to him about it. Сен онымен ол туралы сөйлесуің керек еді. She should study more. It's a good film. We should go and see it. Tom should go to bed earlier. Ought to, керек еді. Ought to етістігі should етістігімен бірдей мағына береді, көбінесе өткен шақта қолданады. This work ought to be done at once. Бұл жұмыс ақырында істеліну керек еді. You ought to help him. Сен оған көмектесуің керек еді. Модальды етістіктердің сұраулы түрі. Сұраулы сөйлемде модальды етістік бірінші орында тұрады. Can you do it? Must he go there? Ought he to help him? May I take it? Need she do it? Have they to speak Spanish? Арнайы сұрақта бірінші арнайы сөз, екінші орында модальды етістік қолданады. What can I do for you? Where must he go? What should I wear? Модальды етістіктердің болымсыз түрі not арқылы жасалады. Cannot, can't. Could not, couldn't. May not, mayn't. Might not, mightn't. Must not, mustn't. Ought not, oughtn't. Need not, needn't. Should not, shouldn't. Kate can't do it. You may not take it.
He mustn't go there. Mary ought not to speak to them. They needn't hurry. You shouldn't smoke here.